Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Неге мынандай формада, неге жұмыс орында демеңіздер, менде бүгін жұмыс, сіз білесіздер, мен психолог маманымын. Негізінде бүгін жарты сағат жұмысқа ерте келдім. Үйде бұл видеоны түсіре алмаймын. Енді сіздерге айта кететінім, мен 7 күн бойы 7 күн ішінде объем кетірдім және 3 килограмм салмақ тастадым. Оны мен қалай тастадым және не ішіп тастадым сіздермен қазір бөлісетін боламын. Жалпы мен ол туралы мүлде білмеген едім негізінде. Бірақ өзім үшін ақпараттар жинап, эксперимент жасап, мен қалампырды 7 күн ішудің арқасында мен 3 килограмм тастап, және объемды тастадым, яғни объем менде кетті. Мынаның барлығы менде босады, яғни мынау менде, мына жері барлығы негізінен прытык болып тұратын. Мына жері менің былай бүйтіп шығып тұратын негізі, мына жері. Қазір бұның барлығы міне теп-тегіс, яғни ісік жоқ. Және мен мойнымда барлық жерімде ісік болған, қас тамағым ауырғаннан кейін негізінде сәл ісіп тұр. Бірақ кеткен, және бетімде де ісік бартын, міне қолымда да ісік бартын, оның барлығы де кетті. Енді неге қалампыр? Сұрақ келеді, неге қалампыр? Қалампыр ол үйдегі бар зат, оны біз ас үйде дәмдеуіш ретінде қолданамыз. Негізінде апалар қалампырды қосып шай ішеді, ол денсаулыққа пайдалы негізінен. Бірақ енді оны көп жастар біз біле бермейміз, және оның арықтататын ешкім біле бермейді. Арықтау саласында жүрген мамандар білетін шығар, бірақ қарапайым кісілер біле білмейді. Ол енді анық, Негізі қалампырдың денсаулыққа қасиеті өте көп. Ол ас қорыту жүйесін жақсартады, зат алмасуды жылдамдатады. Және кей адамдардың айтуынша, көп бөлігінде негізі арықтауға 100% көмегін тигізеді. Басында мен сондай ақпаратты естіп, өзім зерттеп жүргем. Одан кейін енді қалампыр бізде 300-350 теңге тұрады ғой, көп тұрмайды. Қалампырды сатып алдым да, соны 7 күн бойы іштім. Қалай іштім дейсіз, қалампырды алып 4 стаканға 4 штугын салып, оған ыстық су құйып, бетін 5 минутқа жауып қоясыздар да, одан кейін қалампырды ішесіздер. Және ол өте қарапайым тәсілмен дайындалады ғой енді. Оны тұндырып қою керек. И обязательно оны аш қарынға ішу керек. Міндетті түрде аш қарынға 7 күн бойы ішесіздер. Таңғы уақытта, және таңғы уақытта аш қарынға ішіп вакуумды қоссаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Негізі қалампырды тек іше қоймай, қалампыр ол тәбетті басады. Мен тәттіге қатты құмар едім. Негізі қалампырдың шайын ішсем, тәбетім басылды, фастфуд жеу азаяды. Кемінде 20-25 минут қозғалыс жасасаңыз, ол да жақсы көмектеседі, майды ыдыратады. Және мен көп су ішуге тырысамын. Және судың нормасы қандай болу керек, қай уақытта су ішу керек, оны да айтатын боламын. Енді алғашқы 2-3 күнде сіздерде асқазан жеңілдейді. Тамақтан кейін жаңағы ауырлық сезімі азаяды, яғни тамақтан кейін ауырлық сезімі азаяды. Негізінде қалампырды аш қарынға 1 рет ішсеңіз болады деп айтып кеттім, таңертең 7 күн аш қарынға ішу керек. Бірақ мен өзімнің тәжірибемде түскі шайымды ішкен кезде, немесе кешкі шайымды ішкен кезде де ішіп жатамын. Бірақ ол негізі енді бастап келе жатқан кісілерге ол негізі қажет емес. Басында таңертең ғана ішіңіздер аш қарынға. Сосын егер сіздерде
давлениеңіз көтерілсе, етеккіріңіз дұрыс келмейтіндей болса, сізде денсаулығыңызға байланысты, онда ішудің қажеті жоқ. Егер барлық денсаулықтарыңыз жақсы болып тұрса, онда таңертең тек 3 немесе 4 штук қалампырдан, одан кейін соны таңертең аш қарынға бір ішсеңіз, кешке тамақтан кейін бір ішіп жатсаңыз болады. Ол өте пайдалы. Бірақ 5-6 одан көп қосуға болмайды, өйткені ол давлениені көтеріп жүреді, жүрек ауруын көтеріп жүреді, оның барлығын байқау керек. Және қандай менде өзгеріс болды? Бастапқы кезде мен давлениемен негізі қатты ауыратынмын. Негізінде менде етеккір келетін кезде давление болатын, бірақ ол менде басылды. 3-ші күнде менде басылды, давление менде жаңағы андай бір давление емес, менде кейбір адамдарда кәдімгідей давление бар ғой, 240-қа дейін баратын, 180-ге баратын. Жоқ, менікі ондай емес. Менікі етеккір келетін кезде давлением либо көтеріп кетеді, либо түсіп кетеді. Бірақ бұнда ондай емес та, менде ондай бір не емес, бірақ сонда да кішкене бас ауырады менде. Бірақ соны қойдырды. Енді одан кейін мен асқазаным жеңілдей бастады. Яғни мен тәттіні қойдым, ащыны қойдым, фастфуд қойдым, тамақтың бір белгілі бір нормасына түсе бастадым да, ол менде азайды. Енді сіздерге кеңес: егер сіз қалампырды ішкіңіз келсе, міндетті түрде ыстық суға бұқтырып, 10 минут тұрғызып ішіңіз. Ең дұрысы, негізі бастапқы кезде 7 күн бойы күніне 1 рет аш қарынға ол жетеді. Сонымен дұрыс тамақтануды қосыңыз, өйткені тәбетіңіз азаяды ғой. Және қозғалысты да ұмытпау керек. Егер де сізге менің осы экспериментім қызықты болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Және сіздерге тағы да пайдалы кеңестер мен пайдалы әдістерді айтатын боламын. Сондықтан тіркеліп, мені қолдап тіркеліп кетсеңіздер болады. Енді алдағы уақытта жаттығулар да көрсетіледі, және салмақты кетіру үшін суды қалай дұрыс ішу керек, және судың нормасы қандай болу керек, оның барлығын ешкім айтпайтын, мен сіздерге қарапайым тілмен айтамын.